Бәріңізге сәлем достар, сіздермен бірге Нұр Радио арнасы, біздің арнаға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге сіздермен әңгімелейтін боламыз. Бізде ол творогтан болады, және де творогтан жасалған десе, онда мен шаймен ішуге өте керемет деп. Біз осы екі жұмыртқаны қосып болғаннан кейін жақсылап араластырғаннан кейін 2 қасық ұн қосатын боламыз. Үнсіз қалдың тағы, үнсіз күтіп таңды Видеода көрсетілген нұсқаулық бойынша біз ұнымызды осылай себелеп алып, менің жалпы қамырым өте сұйық болып кетті десем де болады. Сол себепті 2 ұн қосқан түкке де болмайды екен. Егер сіздің рецептеріңізге қарай ол нәрсе. Енді осылайынан видеода көрсетілген бойынша ері қарай айналдырып істейміз. Қазір енді қызып тұрған майға бейбітіне маса болса, бетін жауып қосатын боламыз. Бізде жалпы сырникидің пісіру уақыты 5 минуттан аспау қажет екен, алайда мен дәмі жақсы шықсын деп осылай істегенім бар. Дәмі өте керемет, таңғы асқа жақсы жеңіл тағамдардың бірі десем де болады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.